Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен асқабақ қосылған тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 250 грамм електен өткізілген ұнымыз, содан соң 125 грамм үй жағдайында ерітілген сарымайымызды қосып осылай үгітілмелі түрін жасап алатын боламыз. Содан соң 50 грамм қаймағымызды алып соған жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бір жұмыртқаны қосып, артынан тұзды салып, жақсылап араластырып, қамырдың басын біріктіретін боламыз. Жайып отырып, ортасына май жағуды қажет етпейді. Үгілмелі ауызда еритін самса болып шығады. Менде осы қамырдан 22 штук самсаның тестасы пайда болды. Егер сіздер көп адамға жасаймын десеңіздер, дәл осы рецептпен 2 есе етіп салсаңыздар, көп мөлшерде шығады. Міне, көктем келген соң адамның бәрі әлсіреп жүреді. Сол үшін де асқабақтың адам өміріне пайдасы өте жоғары болғандықтан асқабақ қатты ұнайды өзіме. Асқабақ біздің ғасырымызға дейінгі 3-ші ғасырда Мексикада пайда болған. Кейіннен 15-ші ғасырда Мысырға әкелген. Біздің Қазақстанда әсіресе оңтүстік өңірлерінде өте көп пайдаланады. Өте дәмді. Кейде асқабаққа қант қосып жесеңіздер болады, өйткені дәмі өте керемет болады. Асқабақтың бауыр ауруына өте пайдасы жоғары. Және дәнінің өзі қаншама емде, медицинада қолданылады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, тюльпанды осылай бір шетін кесіп алып, орап астын қатты беріктеп жауып, бүгіп түйіп алатын боламыз. Және әсемдік үшін осылай шетін қайырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне және көрсетіп жатырмын. Осылай жайып алып, шетін кесіп алып, асқабағымызды толтырмай салып алатын боламыз. Асқабағымызды салмасын салып болған соң, жақсылап осылай айналдырып түйіп аласыздар. Сосын астын жақсылап бекітіп аласыздар. Уайымдамаңыздар, ортасы толық пісіп, дәмі әдемі болып шығады. Қонақтар келген кезде де аяқ аста жасай салуға да ең оңай самсаның түрі болып табылады. Ауыз ашырға міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Осылай дайын болған самсаларымызды листке теріп алып, жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып бетіне жағып аламыз. Содан соң менде тюльпан тәрізді самсаларымның бір шетіне ғана күнжітпен сидананы біріктіріп сеуіп алдым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай сепсеңіздер болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын.